менің Қазақстаныма, мен деген жастардың неміз ғой. Дұрыс. Айтамын, жүрегімізде көп нәрсе. Жаңа Хайбай деген өз аузыңыздан шықты. Қандай сұрақпен Хайбай болды? Көп жер туралы өте көп нәрсе. Жер туралы, жайылым жер. Өз жеріміз ғой. Дұрыс. Өте басқа елдің жігіттеріне неге жерді беріледі? Не үшін біз ауылымызда қалмасқа жерге? Сабыр сақтай, мен сізге осы жерде айтпай-ақ қояйын, сізге өзі сөйлейтін жігіттер бар, сол сізге кіріп, өзі түсіндіріп, бәрі солай түсіндірсек деп ойлаймын. Қазір көп сіз жүретін жолдарыңыз көп, баратын нелеріңіз бар, көп уақыт алып қалады, сол себептен ақыр қысқа да. Жоқ, жер кімге беріліп қойған? Ауылға жер жайылымдар, жайылым жер. Сол туралы не дейді сөйлесек деп едік. Сол баяғы ауылдың малын, өздеріңіздің малын қай жерде бағуды білмей отырсыздар қазір, иә? Әрдайым малмен араласқан. Малдан басқа ештеңе жоқ, көрдіңіздер ме? Енді жер туралы айтып жатсыздар, оның бәрі дұрыс. Жақында ғана жайылым жер туралы заң жобасы парламентке кірген еді. Ол жерде біраз ұсыныстар кірді, біздің депутаттардың ұсыныстар. Біз де оны бәрін біліп отырмыз. Енді тағы да сіздерден қандай ұсыныстар болады, оның бәрін жинақтап, ертең барып пысықтаймыз. Өздеріңізбен тағы да сөйлесеміз. Біз неден проблемадан қашпаймыз, бүгін келгенімде сол. Ел басшысының саясаты сол. Ауыл тұрғындарына көмектесу, ауыл тұрғындарын тыңдау. Сондықтан да ұялмаңыздар бәрі де. Қазір үлгермеген нәрсемізді жазып аламыз. Тікелей сіздермен қарым-қатынаста боламыз. Қайда барасыздар? Мен обслуживание қажет. Жантикеге барамыз, жолмен Жантикеге жете алмайды олар. Жол болса бәрі келейді. Жол деген қазір құрғақ болып тұр. Жаңбыр жауса, мына жерде жете алмайсыздар. Ештеңемен жете алмайсыздар, қандай мәшіне болсын. Енді ол оңай шешілетін мәселелерді шешеміз деп уәде берейін. Жол, свет, мектеп, үш мәселені шештік деп есептейміз. Бірақ енді мынау жер мәселесі, ол енді бәріміз бір халық, бір ауыл болып осы бәрін. Костюміңіз әдемі екен, көйлегіңіз әдемі екен. Қандайға не етуіңіз керексіз? Нақты түрде, міне осындай уақытта, осындай айдың, осындай кезінде, міне мына жолды ашамыз, мына мектепті ашамыз. Мектепті қашан ашамыз? Мектепті сөйтіп жауап берді. Сіздер қазір халық сүймейді, халық наразы не болады? Солай болады. Ертең, келесі жылы келсе, тағы да айтасыз, ертең келесі жолы деп ұят болады.